Өлә, Гүлжан, қалайсыздар? Қалай жағдайларың жақсы ма? Немене әлі тұрмағансыңдар ма не? Шашың ипа-типа болып кетті ғой. Зүлпан, сағатқа қарадың ба сен? Таңғы 6 ғой сағат, қай уақытта келіп тұрсың сен? Өлә, Гүлжан, менде сібдеж өсекші. Айтам да кетем бош дес. Айттым ғой саған, өсек 10 мен 12-нің арасында деп, Зүлпан. Басынды қатырмаш, каз ғана байды жібердік та вақтыға. Ішіп кеп бала шағамен ұйқы берген жоқ қырып. Ұйқы берген жоқ, ұйықтаған жоқ біз, Зүлпан. Өлә, не болды саған? Гүлжан, бізде түнімен ұйықтаған жоқпыз ғой. Түнімен ұйқы берген жоғына бәкең бізге де. Мен байым ішпеген бірақ. Еркен, кетші көрір. Гүлжан, сағат онда келем. Вообще келеші. Мен негіз бар ғой, әкелеріңнің басына бақ боп келген қатынмын ғой. Қанша ішіп әр жерде жүрсе де бар ғой, қалтасынан 5 теңге, 1000 теңге, 100 теңгелеп үйдеп бет жинап, холодильникте етке толтырып қойдым ғой. Ертең қонағым келеді, ешкімге жалынбай, етімді асып жіберем да, ортаға қойып жіберем да, бүйтіп отырмайын ба, даптайын боп. Әкелеріңе бәрібір ғой, алғаш әкелеріңе. Күл болсаң біл. Мама, мен неме әкемді алғаш дей бересіз? Асқар тау әкемді менің. Асқар тау әкең сенің қазір мүжіліп қыр боп қалған білесің ба? Мына жалпы әзіл саласына жүргеніңіздің тәжірибесі көрініп тұр, бірақ кішкене өңдеу керек. Жоқ, мама, шынымен ғой, бір папамыз ішіп бір демалып қапты, алғаш дей бересіз ғой, өмір. 20 жыл болды ғой демалып келе жатқанына. Алғаш болатын болды ғой. Айта бермесің мен, мама. Біздің ауыз оттай береді, біз жасы келген адамбыз. Сендер дұрыс сөйлеп, әдемі сөйлеп үйреңдер. Біз айтамыз, қоямыз, қайға барамыз. Қалмаса еттер тық болып кет. Жау кел ақырға, не болды сен? Жаудан да жаман ол. Тық бол. Қалайсыңдар, Гүлжан, амансыңдар ма? Жағдайларың қалай, жақсы ма? Уақытылы келдің ба? Ой, қатыным онда келді бе, тошына келдің ғой. Мама, колбаса жин, колбаса. Бұларды айтыр. Жалмаңдап қалады ғой, айтпаса үйде толып тұр ғой осылар ше. Мама, Гүлжан ненен жейсің деп айттың ғой. Істеді ғой енді бұларды. Кеп отыр айналайын. Қоя бер сенді. Сендерден аяғымды шошқа жесін, ит жесін екен ғой. Қатын, şimdi мақал тура айтады. Ит жесін ғой, ит жесін. Кел отыр, Дари. Қатын таңғы 6-та кел. Не айтам дедің? Не өсек? Айтсай. Өлә, өсек емес, Гүлжан. Ана біздің Сәкеңді білесің ғой. Соның құдасы бар емес пе үлкен? Сол құдасының немересінің болған зата Сейдің баласының жаңағы анау өсіп өнген әулеттің әпшелері бар емес пе? Кіріңді езбей айта берші. Жақын туысқаным ше. Жаман жақын екен. Солар кеп жатыр екен. Соған кеше ет ағам ғой мен. Соны холодильникке салдым ба, салмадым ба, білмеймін, сасытып алдым. Соған Гүлжан енді маған бір жапырақ ет берші. Жаным. Жоқ, бір жапырақ ет болғанда сен білесің ғой біздің байды. Ішті білген істеді, таста жоқ. Ақша тастаған жоқ. Жоқ, етте тасталамай созағымыз сорып отырып қой қазір. Өлә, Гүлжан, жоқ дей бермеңдерші. Сәкеңді ішпестен бір күн бұрын көрдім ғой мен. Бірінші этаждан ілкілдетіп, қан тамшылап 4-ші этажға. Бір қап кіргізді ғой, сол қанның ізімен кеп отырмын ғой мен, Гүлжан. Бір қап енді адам соймаған шығарсыңдар. Бір сиырдың ба, жылқының ба еті бар шығар, содан бір жапырақ қана. Малика, сен де? Қатын, ештеңе жасырамайсың ғой сен. Малика? Гүлжан, қай тілді сөйлеп жатсыңдар? Курс аштыңдар ма? Малика, бір жапырақ бересің ғой, нанда ғана бір жапырақ. Наның қолмен бер, бір жапырақ, мен қолмен бермең, тағы көп беріп қоярсың. Әйтеуір, қайтарасың ғой ет? Қайтарам ғой, бір жапырақ етті қайтарам. Анау нең барлығы менде ғой, оқтауың, мантаварғың барлығы менде ғой. Сосын ана қарызын уақытылы қайтармағандарды о дүниеде қатты қинайды деп атады ғой, әйтеуір. Сөйт қиналып қалма деп атқаным ғой енді. Гүлжан, бір жапырақ етті енді о дүниеге апарып тастамайтын шығарсың енді. Ой, жан, қайтарам ғой барлығын. Ана мантаварка сен үйіңде дедің? Мантаварка біздің үйде ғой. Сон айтпайсың ба, 2 жыл болды ғой біздің іздеп новыйын сатып алдық қой қазір. Өлә, Гүлжан, үйің есігін ашсаң біздің үй көрінеді ғой. Келе салмайсың ба іздемей? Әуре болмай.
Біздің үйдегі заттың бәрі біздің үйде қыз едің. Жарайды сол. Мама, Айгүл ақшанына кеттік, пістемай аламыз. Әкеп берем ертең барлығын ерте. Жүрейік қызым. Сындырып алдым ғой мен. Мамаш келгенде айтамын, мен тұрсады ғой мен. Көтімді айырады ғой. Нем бар еді. ойла мама Зульпан әпшем баласы азик үлкен баласы сол ана сотқа берген еді iPhone Pro Max бір ай болған жоққа берген соны алғанда бытшын шығарған мама экран жөндеуге келмейді Сындырған? иә бытшын шығарған iPhone 11-ін жақында берген. Оны әркімнен бір қарыздан қауғаланып әперген жоқ па? Сол сындырып тастады ма? бытшын шығарған Қақа ерді ма? Зульпан не депті? ой Зульпан әпше алғанда ой дүние ғой қолдың кірі әпереміз тағы новыйын дей саған ғой өзіміздің Зульпан әпше О, сорлы әркімнен қауғаланып қарызданып отыр. Дәл сөйтіп бар ғой, ана біздің бала Асылбекше телефон сындырсын, экран сындырса бар ғой, бейшей тұрып басын сындырып, ұстап, оның мама успокойтесь сындырған жоқ қой біздің бала мен вдруг деп жатырмын да, сындырса деп жатырмын. Пустите меня на кухню, пьяным подвигаться. мама мынау ше сіздің кеше әперген новый телефон iPhone сындырыпты Не дейді? Сен телефонды сындырып, сен айфонды сындырып. Ей, Асылбек! Не болды? Осы үйдің еркегі құсап, нанды турап сөйтіп отырсаңдаршы, тамақты салайын мен. Ей, тоқташы. Ей, температураң бар ғой, сен коронавирус емессің ба? Жоқ ай. Не болды саған, а? Қызын тастап кетті ма? Жоқ. Түнде сүйіп қойдың ба? Қалауын бір сериясын байқамай көріп жүрдің ба? Жоқ ай, құдай сақтасын. Ей, мам, нормально. Мынау проходной возрасттан өтіп кетті ма? Мен айтуым керек. Еркексің ғой, Асылбек. Давай, соберись. Барасың, айтасың. Болды. Короче, мама, мен телефон сындырып алдым. Мамашкелер базарда несін, тура істе айтам. Базарға барып таста аламадық қой. Жұрттар айтады, ойбай 42 мың берген жоқ, карантиндеміз, ақша жоқ. Қаяқтан? Бәрі базарда өріп жүр. Малика, кіргізіңдер бол заттарыңдар. Ештеңе аламапсыз ғой, Таста аламадық. Ақша қай жерге қойын? Мына жерге қой беріп бол. Мына свет күшті бар ғой. Ертең қызымды тиктокқа түсірем осымен. Сөйтеміз де екеуміз хит боламыз. Таң билеп тұрам. Күшті свет әпше. Бұл Иронда. Умный свет деген шыққан. BTS жанат, BTS өшет. Зор әпше. Ертең қонақтар келсе мен ана залға орнатсам болады екен ғой, а? Зыңғы орнатып береміз әпше. Бірақ оны ана спальняға қойғызуға болмайтын шығар. Неменеге? Ой, неменеге дегенсіз? Күйіп кетпей ма? Неменеге деді ол? Ой, мына қуады екен ғой. Ертең біз концерт көріп отырсақ, ән мен әнші болып отырса, бәрі бүйтіп шапалақ ұрса. Сөйтіп анау жанып өшіп тұр. Быт шығып күйіп кетпей ме бәрі? Хей, сіз соны айтасыз ба? Хей, әпше қатырасыз. Мен болсам басқа нәрсені ойлап тұрмын ғой. Қуады екенсің ғой сен. Ойбай, бүйткен базар құрсын өкшемезін тынды ойла. Мам, бірне айтсам ұрыспайсың ба? Айта берші. Айта берші, артынан бір апта болды ғой жүргенімізге. Не болды? Уже суатсың ғой сені. Бопты, ұрыспаймын. Ал айтшы, не болды, не? Мам, анашым, жан анашым, мен же телефон сындырып алдым. Не дейді? Телефон сындырып алдым. Ой, со телефонға бола үстіп настроениң түсіріп жүрсің ба? Дүниенің ақшасы емес қой, әпереміз. Не бопты? Әкешісің тірі болса әпереміз бәрін. Ондай нәрселерін жасырып қалмасаңдаршы, айналайын ау, сендер мен ішімнен шыққан баламсыңдар. Жұрттар сондайдан 5-ші этаждан секіріп кетіп, ана өз-өзіне суицид жасап асылып өліп қалып жатыр ғой. Ондай нәрсені әке-шешеге айту керек. Қандай проблема болсын, әке-шешем айтып отыру керек қой бәрін. Бағана пышақ қаяқтады мына жерде? Маған не істейін деп отырсың? Ойбай, ана холодильниктен еттерді шығарып турап тамақ істемейміз ба? Сен зарың тыңдап тұрамыз ба енді?